Hello, dear student. How are you today? I'm very glad to meet you in my channel. Welcome to my channel. Uh, Open your book, page 76. We are going to speak about holiday, different types of or kinds of holidays. For example, exercise number 1. Сәлем құрметті оқушы, 8-ші сынып оқушысы, менің каналыма қош келдің. Менің атым Әсия, мен ағылшын тілі мұғалімімін. Бірінші тапсырманы орындайтын болсақ, бірінші тапсырмада мына 3 суретке назар аудар, және оларды суретте, олар қай жерде жүр, және де сен осы суреттің қайсына барғың келер еді дейді. Солай сұрақ қойылып тұр, ол сұраққа мен жауап бердім бірінші тапсырмада. Екінші тапсырмада сәйкестендіреміз, атына суретке сәйкес қай тақырып келеді. Activity holiday дегеніміз сондай белсенді демалыс. Екіншісі responsible holiday, жауапкершілікті демалыс. Жауапкершілікті міне балаларға жауапкершілік танытып тұр ата-ана. Үшінші staycation дейді, қалу, бір жерде болу holiday. Осыны сәйкестендіріп қойдым. Үшінші тапсырма менде жоқ, өкінішке орай. Себебі менде тыңдалым жоқ. Төртінші тапсырмада ed және ing adjectivesтерді жасап қойдым. Бесінші тапсырмада осы қарамен жазылған сөздердің орнын ауыстырып, өзін диалог құрып жаз дейді. Мен бұны да жазып қойдым. Міне бірінші тапсырмада. Бірінші, on the first picture, I see family members are having their free time or weekend. Менің бірінші суретте мен отбасы мүшелерін көріп тұрмын. Олар өздерінің бос уақыттарын және өткізіп жатыр, немесе демалыс күндерін өткізіп жатыр. Анасы баласын көтеріп тұр, ал әкесі ұлымен ойнап жүр. Ауа райы өте тамаша, олар сондай happy family, бақытты отбасы, олар өз үйлерінде деп ойлаймын деп жаздым. Екінші суретте мен команданы көріп тұрмын, қайықпен экстремалды ситуацияда жүзіп келе жатқан. Олардың іс-әрекеттері өздеріне ұнайтын секілді, себебі олар күліп қуанышты болып отыр. Олар ешқандай да қорқып отырған жоқ, олар өзенде жүр. Ал үшінші суретте мен туристті көріп тұрмын. Ол турист ашық алаң базарында жүр. Ол өзіне сувенир сатып алғысы келеді. Сатушы адаммен сөйлесіп тұр, бір нәрсе жайлы сұрап тұр, сөйлесіп. Ол Таиландта деп ойлаймын. Ал мен осы үшеуінің қайсына барғым келетін болса, мен осы адам секілді, турист секілді Таиландқа барушы едім деп жазып қойдым. Екінші тапсырмада жаңағы суреттермен тақырыпты сәйкестендіріп қоямыз. Біріншісінде be activity holiday деген be болды. Екінші суретте responsible holiday, ответственный неме holiday, ол A болды. C staycation, қалу, бір жерде болу деген сөз. Үшінші тапсырмада таңдаймыз, қайсы дұрыс таңдадым міне. Төртінші тапсырмада және қарамен жазылған сөздердің орнына өзім басқа сөздерді қойып жазасын. Мен мысалы Англияға барғым келеді деп жаздым. Англияның қай жеріне барғым келеді деген кезде Лондон Бридж, көпірді көргім келеді. Лондоннан үлкен көпірі бар, және Биг Бен деген сағат бар, соған барғым келеді. Оған барған кезде ол өте керемет болушы еді деп мен жаздым. Ал сенші қайда барғың келеді дегенде, екінші адам, мен болсам Парижға барушы едім, Эйфел мұнарасын көрушы едім, оның ең басына шығушы едім. Оған шыққанда ол сондай керемет таңғаларлықтай болушы еді деп жазып қойдым. Осымен сабақ аяқталды. Егер менің сабағым ұнап жатса, ары қарай беттерді, қай бет керек сол бетті жазсаңдар болады. Мен сол беттерді шығарып қоюға тырысамын. Каналыма жазылыңдар, подписаться етіп, бөлісіп қойыңдар достарыңмен. Олар да көрсін достарын. Менің бұл алғашқы сабағым, негізінде 5-7 сабақ класстарға беріп жүрмін. Жасап жүрмін, өздерің көргендей. Тіркеліп, подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазып кетіңдер. Міндетті түрде комментарийға жауап беремін. Қош сау болыңдар.